Өте дәмді баклажан салатын жасайтын боламыз. Баклажанымызды жақсылап жуып, дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Содан соң тұздап 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң кішкене су ағады, суын төгіп, крахмалымызды салып, жақсылап араластырып, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Крахмалмен араласқан баклажанымыз өте қытырлақ, сонда әдемі болып шығады. Баклажанымыз дайын. Енді біз тәтті бұрышымызды және де сарымсақты, қызанақты барлығын видеодағыдай турап аламыз. Содан соң соусын жасайтын боламыз. Бізге соусына соевый соустан 2 шай қасық және де оливковое маслодан 2 шай қасық, 1 шай қасық бал, лимон шырын қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз салып, соусымызды құйып араластырамыз. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған ләззат. Видео пайдалы болса, сақтап алуды ұмытпаңыздар.